Ассалаумағалейкум, тарих сүйріғау. Бүгінгі әңгімеміз қазақтың шежіресінің қалыптасуы, яғни Алтын Орда кезеңіндегі бастау алады. Көптеген рулардың шежіресі тарихынан үлсек. Әңгімемді бастамас бұрын каналымды қолдап, жазылып, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Әрі қоңырауды бассаңыздар, дер кезінде шығарылымның қарап отырасыздар. Тарихи зерттеулер бойынша, яғни қазақтың атақты ғалымы антрополог Оразғұл Смағұловтың қазақи қазіргі ұлттың антропологиялық тұрқы 13 ғасырдан бастау алады. Яғни қазіргі қазақ пен 13 қазақтың айырмашылығы болған жоқ, екеуі толыққанды қалыптасқан ұлт болып, ал тарихи жазбалардың бәрі де растайды оны. Алтын Орданың иегері екенін кезінде Шоқан Уәлиханов та толыққанды айтқан. Қазақ Алтын Орданың мұрагері болып табылады деп. Яғни сол Алтын Ордадан бастап толыққанды біртекті ұлт болып қалыптасқан. Әрі Алтын Орданың шежіресіне тоқтап кетсек, Алтын Орда және Шыңғыс ханның империясы 92 рудан құралған деп айтады. Соның ішінде қазақта 23 руы бар, қалған рулар басқа ұлттар өкілдерінде, яғни туысқан татар, башқұрт, қарақалпақ, ноғай ұлттардың арасында толық кездеседі. Үшінші зерттеулердің қорытындысы деп айтуға болады. Оның генетикалық, яғни генетикалық сараптамалар жүргізген Баязит Юнусбаевтың командасы, олар көне түркі халқынан бастап қазіргі түркі туысқан халықтардың бәрін зерттеп, соның ішінде қазақтың 12 ғасырдың екінші жартысынан бастап толыққанды генетикалық қалыптасқан халық деп санады. Дәлелденіп, яғни шежіренің антропологиялық бітімі және генетикалық туысқандық жақындығы қазақтың толыққанды ұлт болғаны біртекті дәлелденеді. Ұлы жүздің шежіресін айтып кетсек, ұлы жүзде ең үлкен ру болып саналатын Үйсін. Үйсіндер тарихы, яғни ол Шыңғыс ханнан басталады. Сол кезеңнен Үйсін деген кісі негізі Шыңғыс ханның туысқаны болып біледі. Сондықтан Шыңғыс хан Үйсін деген кісіге шежіресінде сәйгүлік сыйлап атақ берген деп айтады. Яғни олар өзінің руының арасындағы ең беделді үлкен кісі деп. Кейін оның ұлы Майқы биге, Майқы би Шыңғыс хан кезінде, яғни Шыңғысты ақ кезге көтеріп хан қылған, сайлаған кезде қатысқан. Кейін де Шыңғыс ханның ясы зандар жинағына ат салысқан кісі. Үйсіндерге кіретін, яғни сол руға жататын Сергелі, Шаншқылы, Албан, Суан, Шапрашты Үйсіннің тағы бір ұлы жайлы аңыз бар. Қырымның бір билеушісі болған, яғни Иса жайлы. Иса Үйсінұлы өзінің інісі екеуі Қырымның билеушісі болған дейді. Сол Исаның ұлы Әмет жайлы аңыз бар. Әмет жасырын Жәнібек ханның қызына үйленіп, кейін Жәнібек хан ашуланып Үйсіндерді қарсы күрес бастап, қыра бастайды. Сол қырғында көптеген Үйсіндер өледі. Сол Үйсін ішіндегі Сергелінің шежіресінде Әметті Бораш Ойсыл дейді. Яғни қазір Шымкент қаласында Бәйдібек бидің ескерткішінің қасында қорымы бар. Жалпы Үйсіндердің Майқы би мен Үйсін ұлы Исадан тараса, тағы бір өкілі ұлы жүздің руынан Шаншқылы Қатаған руының ұрпағы болып біледі. Яғни 1627 жылы Есім ханның Қатаған руына қырғаны белгілі қазақ тарихында, содан тарайды. Ал Қанлы, олар жайлы көптеген болжамдар бар, яғни бұрынғы көп болжамдары Қыпшақтардан тарайды деген, әрі де толыққанды зерттелмеген генетикалық, бірақ шежірелердің көбісі осы тікелей Қыпшақтардың ру тайпаларынан тарайды дейді. Тағы бір ру өкілі ол жалайырлар болып келеді. Жалайырлар 3 атадан тұрады. Соның бірі қазақ жалайырлары кезіндегі Өзбек ханнан бастау алады. Шежіресінде жалайырлар Қарақалпақ, Ноғай аларда кездеседі. Әбілқайыр хан кезінде кіші жүздің 18 ғасырда Қарақалпақ жалайырларын қазақ жалайырлар шақырып, яғни өкілі келіп, біраз шежіремен қазір екеуі қосылып кеткен, айырмашылығы шамалы. Әбілқайыр хан мен Барақ сұлтан арасындағы дау осы жалайырларды бөлісе алмағаны депті айтады. Жалайырдан бөлек маңғыттар мен кергелілер бар, олар бірақ шағын болғасын әрі жалайырларды паналық бар, сондықтан көбіне олар жалайыр руының ішіне кіріп кеткен. Маңғыттар әрі қарақалпақтар, ноғайлардан да кездеседі. Олар ағайын. Жалпы тек қана бұл ұлы жүздің қалыптасу шежіресі жайлы толыққанды орта жүз шежіресі туралы болады. Келесі әңгіме қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, яғни өз ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, әрі қоңырауды бассаңыз уақытылы шығарылымдарды біліп отырасыздар. Толық тыңдағандарыңызға көп рахмет.